Қайырлы күн достар, бүгін қияр тұздаймыз. Өте дәмді қытырлақ болып шығады. Ең алдымен жақсылап қиярларымызды жуып аламыз. Менің де егіннің қияры. Оған суымызды құйып, 2 ас қасық тұз салып, бетін жауып қоямыз. Өйткені қиярларымыздың арасындағы ауалары шығу керек. Әрі дәмді қытырлақ болып шығады. Содан соң ішіне салатын заттарымызды дайындап аламыз. Укроп, бұрыш, тәтті бұрыш, лабыр жапырағы, қара бұрыш, сарымсақ, тұз және қант керек болады. Міне менде 4 сағат тұрды. Енді суын төгіп тастаймыз. Банкамызды водяной баняға қойып аламыз, яғни парлап аламыз. Содан соң барлығын жақсылап саламыз. Ең алдыменен ас көгімізді, бұрышты, сарымсағымызды бәрін салып аламыз. Менде бұл 2 литрлік банка, және 1 литрлік банкаға екеуіне көрсетем, қалай басуды, тұзын, қантын қанша салатынын. Қиярларымызды саламыз, барлығын жақсылап тығыздап саламыз. Негізінде банка жапқан кезде барлығын жақсылап жуу керек, стерилденген болу керек. Болмаса банкамыз атылып кетуі мүмкін. Салып болдық. Енді үстіне ыстық қайнаған суымызды құйып 15 минутқа тындырып қоямыз. Өйткені артық ауалары шығады. Енді 1 литрлігімізді дәл осылай жинап аламыз, және ыстық суымызды құйып, қақпағын жауып, 15 минутқа қоямыз бұны да. Енді 15 минут өткен соң суларын төгіп тастаймыз, пайдаланбаймыз. Тұзымызды, қантымызды саламыз енді. Екі литрлік банкімізге 1,5 ас қасық тұз саламыз, және 1,5 қасық қант саламыз. Өйткені қант салсақ, қиярымыз қытырлақ күшті болып шығады.
міндетті түрде қант салу қажет. Ал 1 литрлік банкамызға 1 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант саламыз. Енді суымызды құямыз, қайнаған суымызды. Енді сірке суын қосамыз. Менде сірке суы 70%, сондықтан 2 литрлікке жарты қасық шай қасық құямыз, ал 1 литрлікке жарты қасыққа жетпейтіндей сірке суын құямыз. Енді банкымызды жаба берсек болады.